Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздерге осындай сливкиді қажет етпейтін өте жұмсақ пирожныйларды бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі бізге қажетті заттардың барлығын алдын ала дайындап аламыз. Жұмыртқамызға қантымызды салып, миксердің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдыққа көтере отырып, аппақ қою масса болғанша жақсылап миксерлеңіздер. Егер сіздер жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырсаңыздар, сіздердің корждарыңыз биік әрі жұмсақ болып шығады. Жақсылап миксерлеп болған соң үстінен сұйық майымызды құя отырып миксерлейміз, және де сүтімізді құйып, жай ғана бір рет миксерлеп шығамыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Содан соң ұнымызға какаоымызды салып, және де разрыхителімізді салып жақсылап араластырып, ұн илегіштің көмегімен дәл осы ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп миксерлеңіздер. Бірден салып жібермеңіздер, әйтпесе сіздердің корждарыңыз биік болып көтерілмейтін болады. Аз-аздан сала отырып, жайлап миксерлейтін боламыз. Әйтпесе біздің жаңағы жақсылап миксерлеген жұмыртқа мен қантымыз басылып қалып, біздің коржымыз көтерілмей қалады. Барлығын салып жақсылап миксерлеп болған соң, пешіңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып дайындап қойыңыздар. Осымен біздің коржымыз дайын, қараңыздар, өте оңай. Енді арнайы противенімізге салып, пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып, 20-25 минут көлемінде пісіріп алыңыздар. Піскенін ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Енді кремін жасаймыз. Бізге 20% қаймақ қажет болады, және де қоюлатылған варенка қою түрін алдым. Екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксерлеудің қажеті жоқ, жай ғана венчикпен. Мен жақсылап араластырмаппын, сол себепті кішкене ғана түйіршіктер болды. Ештеңе етпес, креміміз дайын. Енді суған коржымыздың шет-шетін толығымен бір тегіс етіп кесіп шығамыз. Корждарымыз сондай жұмсақ, әдемі болып шығады. Жан-жағын кесіп алып қоямыз. Және де дәл осы коржды тура ортасынан теңдей 2-ге бөліп аламыз. Бір тегіс етіп кесуге мән беріңіздер. Енді коржымызды қоямыз, үстінен кремімізді толығымен салып жағып шығатын боламыз. Енді үстінен екінші коржымызды салып, тағда крем жағамыз. Кремімізді жағып болған соң, дәл осыны мұздатқышқа 2 сағат немесе 1 сағатқа қойып алыңыздар. Сонда қазір біз пирожныйды кескенде салқын күйінде әдемі етіп, бір тегіс етіп кесілетін болады. 1-2 сағат өткен соң, осы коржымызды түзу етіп 12 бөлшекке де бөлсеңіздер болады. Мен кішкене қисықтау етіп 10 бөлікке бөлдім. Барлығын 10 бөлікке бөліп, жарты бөлігін мен сыртына корждарды жауып жасадым. Кремімізді жағып, жан-жағына жаңағы шетінен қалған корждарымызды майдалап, жан-жағына сеуіп шықтым. 2 түрлі пирожны жасадым. Егер дәл осылай жасамасаңыздар, жай ғана крем күйінде қолдансаңыздар да болады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міне біздің пирожныларымыз дайын, өте нәзік, сондай жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Алдағы уақытта өте керемет рецепттер болады. Сол себепті арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп басып қойды ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.